Сәлеметсіздер ме оқушылар, 5-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автокөлік тарихы, тілдік бағдарымыз сын есімнің шырайлары. Оқу мақсаттары тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, сын есімнің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімнің шырайлары. Бағалау критерийлері тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды, сын есімнің шырай түрлерін ажыратады. Автомобиль сөзінің мағынасы өздігінен қозғалатын, жолаушылар және жүкті тасымалдауға арналған дөңгелекті көлік дегенді білдіреді екен. Ендеше оқушылар автомобиль тарихына байланысты бейне жазбаға назар аударамыз. Сәлем достар, сендерге қандай көлік түрі ұнайды? Ал маған, әрине, әлемдегі көліктің түрі көп, ал алғашқысы қай кезде пайда болды екен? Атақты ғалым Леонардо да Винчи сонау 15-ші ғасырда көліктің дизайны мен моделін жасапты. 1769 жылы алғашқы әскери трактор құрастырылған. Сонда алғашқы автокөлікті кім шығарған? 1885 жылы германиялық Карл Бенц атсыз арба деп аталатын өзінің алғашқы көлігін шығарды. 4 дөңгелекті көлікті де германиялықтар ойлап тапты емес пе? Иә, дәл солай. Газбен жүретін көлікті ойлап тапқан Чарльз Эдгар Дурия деген кісі. Ал атақты Ти моделі жайлы не білесіңдер? Ол көпшілікке арнап шығарылған алғашқы көлік, қаңылтыр Лизаның лақап аты. 1902 жылдан бастап көлік шығару ісі қарқынды дамыды. Оған үлкен үлес қосқан Генри Форд болатын. Ал сән салтанаты келіскен автокөлікті жасауды ағылшындық Роллс және Ройс деген екі дос бастаған. Ол екеуі 1907 жылы Англияда әдемі жабдықталған көлік шығарды. Бүгінде мұндай көліктер Роллс-Ройс деп аталады. Автокөліктер тарихы осындай. Ендеше оқушылар оқулығымыздың 122-ші бетіндегі 6-шы тапсырмадағы мәтінді барлығымыз мұқият оқып шығамыз. Сұрақтарға орысша жауап береміз. Өздігінен жүретін алғашқы көлікті кім ойлап тапты? Жанармаймен жүретін алғашқы көлікті жасап шығарған кім? Қалай ойлайсыздар, көліктің адамзатқа пайдалы жағы бар ма? Екінші тапсырма, тыңдалым мәтіннен сын есім қатысқан сөйлемдерді анықтаңыздар. Біздің бүгінгі тілдік бағдарымыз сын есімнің шырайлары деп аталады. Дүниедегі заттар мен құбылыстардың сыны, сапасы, түрі, түсі және де тағы да басқа белгілер үнемі бір келкі бола бермейді. Олардың арасындағы сапалық белгілердің ерекшелігін білдіру үшін сындық мағынаны білдіретін сөздерге шырай жұрнақтары жалғанады. Сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайлары болады. Салыстырмалы шырай рақ, рек, рақ, рек. Дау, деу, тау, теу жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, қызылырақ, көбірек, ұзындау, көптеу. Күшейтпелі шырай қып, сап күшейткіш буындары арқылы жасалынады. Мысалы, қып-қызыл, сап-сары және өте тым, аса сөздермен сын есімдердің тіркесуі арқылы жасалынады. Өте қызыл, тым биік. Тілдік бағдармен таныс болсақ, ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін жазамыз. Жазбаша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма, әр көлікті өз тұрағына жеткізіңіздер. Келесі тапсырма, оқулығымыздың 124-ші бетіндегі 8-ші тапсырмаға назар аударамыз. Сын есімдер берілген, сын есімдерге шырай жұрнақтарын жалғап, сөйлем құрап жазасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.